Сәлем достар, сіздермен бірге мен Жырай. Бүгін біз музыка әлеміне саяхат жасаймыз. Бүгін мен 91 тобы туралы айтатын боламын, 91. Олардың ең алғашқы әндері Айыптама. Егер білсеңіздер, 91 тобы атақты болған себебі олар басқа жігіттер тобына қарағанда ерекше. Айыптаманы олар Айыптама әні ол қалай шықты? Айыптама әні олар бір жерде барлығы ойланып отырады да. Ойланып отырған кезде бала, яғни сол топтың құрамындағы бала ол алады да қызымен сөйлесіп жатады өзінің. Қызымен сөйлесіп жатады да қызы оған жалып жасайды. Сен маған нетпейсің, көңілді білмейсің и так далее. И сосын ол айыптама мені дейді да, яғни жерде екінші рэпер зат. Ол сол кезде қайырмасын шығарады, сол кезде Эйс. Эйске қайырмасын көрсетеді, сосын Эйс ноталарын келтіреді, сосын Закпен, Эйзи мен Эйс олар басқа нелерін шығарады әрі қарай. Сосын кейін оны продюсерларына көрсетеді, олар ойлайды, что ұнамайды, өйткені бұл басқаша ән, басқа темадағы ән дейді да. Сосын кейін оны продюсерлеріне ұнайды, кейін олар стильдерін таңдайды, сосын клип түсіреді. Так что начнем тогда, X болды.